Reddit қолданушылары соңғы рет кімді жалаңаш көрдің? Достар, бұл комментарийлардың барлығы reddit.com сайтынан алынған. Видеоны бастамастан бұрын біздің YouTube арнамызға подписаться етуді ұмытпа, және де достарыңа таратып лайк бас. Осылайша біз қазақша контентті тезірек дамыта аламыз. Бүгін таңертең өзімді көрдім. Әйелімді. Мен бұл өмірде өзімнен басқа әлі ешкімді жалаңаш көрмедім. Өмірім қызықсыз өтіп жатыр екен. Мысығымды. Оларда киім жоқ қой? Техникалық тұрғыдан дұрыс айтасың. Бассейннің киім ауыстыратын бөлмесіндегі жігітті. Қазір адамдарда ұят жоқ. Жатақханада бірге тұратын құрбымды. Мен жалаңаш адамдарды күнде көремін, өйткені мен дәрігермін. Шынын айтсам, қызық емес. Видеодағы адамдар есептелсе мен бүгін 2 адамды жалаңаш көрдім. Бүгін емделуге келген адамды, оның қолы сынған, сол үшін біз шешінуге көмектестік. Мен күнде айнадан бір май басқан семіз нақұрысты көремін. Мен күнде спортзалға барамын. Киім ауыстыратын бөлмеде жасы үлкен ағалар өз үйімізде жүрміз деп ойлайды-ау деймін. Кейде шынымен біртүрлі көрінеді. Қазір сол жерден шықтым. 2 шал жүр солай. Кеше түнде өзімді айнадан жалаңаш көрдім. Бар түсінгенім, маған мүлдем жалаңаш жүруге болмайды екен. Адамдардың көзінен қан ағып кететін секілді. Мен және менің әйелім. Осы 2 адамды 10 жыл бойы жалаңаш көріп келемін. Бүгін таңертеңгі сағат 8-де Walgreens американдық дәріхана автотұрағының алдында бір бомж әйелді. Дәріханадан доза алуға келген нашақор біреу болар деп ойладым. Менің қызым. Стоп. Менің қызым жоқ екен ғой. Қыз табу керек еді. Мен күнде кешке неше түрлі жалаңаш адамдарды көремін. Егер видео есептелетін болса әрине. Менің достарымды, олар ішіп алса керек, фотоларын жіберіпті. 97 жастағы өлі әйелді. Менің жұмысым сондай енді. Алина Лиді жалаңаш көрдім. Сені, менің көршім қазір күнге қыздырынып жатыр. Мен ыстық жақта тұрамын, және балконым бар. Мен дәрігермін. Күнде неше түрлі ескі әйелдердің кеудесін көремін. Мен жұмыста күнде жалаңаш адамдарды көремін. Өкінішке орай аттарын айта алмаймын. Австриядағы музыкалық фестивальда жүрмін. Жаңа ғана 2-ші сахнада бір жігіт жалаңаш жүгіріп өтті. Бәрің жалаңаш адам көргенсіңдер ме? Өмірлері не деген қызық? Мен 5 жылдай тек өзімді ғана көрдім. Көшеде біреудің кішкентай баласы жалаңаш ойнап жүр. Ата-аналар балаларыңызды киіндіріп жүріңіздер. Саша Грейді көрдім. Әзірге ешкімді. Көргесін осында келіп жазамын, окей? Ал қазір басқа әлемдегі адамдардың кімді көргендерін оқи тұрайын. Кәрі жапон аталарды. Жоқ, бірден жаман ойламаңдар. Бұл Жапонияда Хоккайдо емдік ыстық суға түсетін жерде болды. Егер шын адамдар болса, онда ешкімді. Ал егер елестеткен адамдарым болса, немесе видеодан көргендер болса, онда көп олар. Ал сен кімді соңғы рет жалаңаш көрдің? Комментарийға жазып отыр. Достар, айта кететін жағдай, егер сіздер менің видеомның, YouTube'тағы видеомның астына комментарий қалдыратын болсаңыздар, мен дәл осындай видео жасайтын боламын. Яғни ол жерде сіздің YouTube'та қалдырған комментарийларыңызды оқитын боламын. Сол себепті менің YouTube арнама кіріп, барлық тақырыптардағы видеоларға өз комментарийіңді жаз. Қазір видео шығарайын десем, ол жерде комментарий жетіспейді, яғни комментарий өте аз. Сол себепті тезірек комментарий жазуға кіріс. Мен сенің видеоңды осындай видеодан оқитын боламын.